Құрбан айт мерекесіне бір күн қалған кезде менің бір күнім қалай өтті. Таңертең ерте тұрып қызымды садикке шығарып салғаннан кейін көрші келіншек маған иіс нан таратты. Бүгін иіс шығару күні деп. Мен есімнен шығып кеткен, ойбай деп тез арада ұнымды алып келдім де мен де тез жет желпекке жаңағы бауырсаққа барлығына қамыр илеп тастайын деп осындай жұп-жұмсақ керемет қылып ішіне жаңа барын қостым, сүтті, қантты сөйтіп илеп жұмсақ жылы жерге қойып қойдым да қой үйлерге кірісейін дедім. Бүгін тазалап барлық жерлерді кірлерді бәрін жуып сөйтіп алу керек қой, шаңдарды сүртіп дедім да. Енді 3 күн айттаймыз. Бізде деген мысалға көше айттайды да, соған ертерек өйстіп бастап мына жерде нелердің барлығын сүртіп лестницаларды одан кірге кірістім. Перделерім де кір болып кеткен ғой. Бір не пысықтығымыз ұстаса тоқтай алмаймыз ғой біз деген. Сөйтіп де кірлерімді жуып жүрсем уже деген наным ашып кеткен ғой. Сөйтіп жет желпегімді бүйтіп бөліп алдым да одан кейін бір зуаланы жаңағы бауырсаққа алып қойдым. Шелпектерді жайып бастадым. Алдын ала негізі иіс шығарып, барлық пісіретін заттарды пісіріп, сөйтіп дайындалады ғой негізі. Сөйтіп бізде де дайындап, самсамды істедім, тортымды, пирогымды барлығын істеп қойдым да, қалғандарын жаңа дәнек, анау-мынаулардың барлығын магазиннен сатып алдық, базарға барып. Одан бауырсақтарды өстіп жайып алдым. Әйтпесе жайып дөңгелек қылып қойсаң жабысып бәле болады ғой. Сонымен қойшы деп өстіп жайып алдым да, кесіп қызып тұрған майыма быжылдатып отырып пісіріп алдым. Мінекей осылай қызартып. Одан қой жет шелпегімді өзім таратып шығайын дедім де, балалар шағамды таппай қалсам бола ма. Сөйтім де шелпегімді алып көршілерге, далада жүрген, ойнап жүрген бала шағалардың барлығына таратып шықтым. Сіздерде қалай иіс шығаруға бірінші күні дайындалдыңыздар ма? Күштілеп тұрып. Бүгін енді айттың 3-ші күні ғой. Бізде 3-ші күн екен, көшемізде бізде негізі құрбан айта көше айттайды да. Мысалы бірінші күні айттың басқа көше деген секілді, біздікі 3-ші күнге түсіп тұр екен. Сөйтіп осылай бір күнім осылай күшті керемет қылып өткіздім. Өстіп кірлерімді бәрін жайдым. Одан кейін айттың бірінші күні туған туыстар, жаңағы көршілер барлығы айттап дастарханды күштілеп жайып қойдым. Сөйтіп жүргенде кешкісін қызым туған күн екен. Масқара, қызым туған, ұмытып кеткен ғой. Өз мамам звондап құттықтамаса есінен шығып кеткен ғой. Енді тұңғыш немересі болғасын анашым ұмытпайды ғой. Сонымен кешкісін дайындалдым, қайнап келемін, туған туыс жаңағы қайным, келінім барлығы келді, қуырдақ дайындадым. Өстіп қайнап кем күшті сумочка подарить етті қызыма, қуанып қалды ғой. Одан подружкалері келді, көрші. Сөйтіп Айсу қызым 7-ге толып жатыр. Осылай күнімізді күштілеп өткіздік. Қайнап кем ішіне күшті подарка 10 000 теңге ақшасында салыпты. Керемет, сіздерге лайфхак осылай берсеңіздер болады сыйлықты. Сонымен енді жолдасым екеуміз деген түнімен таракандармен алыссақ бола ма? Осылай светті өшірсек таракандар қаптап кеткен, білмеймін. Сонымен мынандай спрей заказ берген, осы енді керемет көмектеседі екен қыздар. Түнімен өстіп өлтіріп, сөйтіп барып ұйықтадық қой. Таңғы 3-те ма, осы тарақан деген бәле болды. Бізде таракан бар ма? Қалай кетіресіздер? Біз осылай кетіріп жатырмыз.